Бүкіл әлем Криштиану Роналдудың әлем чемпионатын алғанын күтеді. Бұл тек қана арман емес, бұл тарихи әділдік. Лионель Месси әлем чемпионатын алған кезде барлығы қатты қуанып еді. Енді келесі кезекте Криштиану. Бұрында Месси мықтыма, Роналду мықтыма деп кәдімгідей қызу талқыға түсуші едік. Соңғы әлем чемпионатында Месси бұл сұрақтың нүктесін қойды. Ал келесі жылы Роналду алса, бұл тартысты дода әлі де жалғасатын болады. Ал Криштианудың бұл әлем чемпионатында топ жару қаншалықты мүмкін екенін сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Достар, шығарылымды бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып қолдауларыңызды сұраймын. Осындай қолдаудан кейін сіздерді одан әрі қуанта беруге дайынбыз. Және көптеген пайдалы ақпаратты табу үшін біздің Telegram және TikTok арнамызға да жазылуды ұмытпаңыздар. Клубтар футболында кішігірім үзіліс жарияланып, бар назарымыз халықаралық ойындарға ауа бастады. Әлем чемпионатының іріктеу кезеңі Оңтүстік Америка мен Африкада аяқталып қойды. Ал алдағы 10 күндікте Европадан 2026 жылғы мундиалға жолдама алған командалар толығымен анықталады. Футбол жанкүйерлері алдағы әлем чемпионатында Франция, Аргентина немесе Испания топ жарады деп болжауда. Бірақ бұл тұста Португалияны ұмытпағанымыз дұрыс болады. Бұл Роналдудың ұлттық құрама сапында ұзақ уақыт бойы армандаған кубокты жеңіп алуға деген соңғы мүмкіндігі. Бірақ 40 жастағы футболшы жақында ғана Пирс Морганға берген сұхбатында мансабындағы 1000-шы голды 2026 жылғы әлем чемпионатында соғу бұлай тұрсын, турнирде жеңіске жету туралы ойламайтынын айтты. Менің жауабым сізді таңғалдыруы мүмкін. Мен әлем чемпионатын жеңіп алуды армандамаймын. Бұл менің футбол тарихындағы мәртебемді өзгертпейді. Өтірік айтпай-ақ қояйын. Мен тек сол сәттен ләззат алуға тырысамын. Уақыт өте келе мен мұның ең маңызды нәрсе екенін түсіндім. Адамдар Криштиану әлем чемпионатын жеңіп алса, ұлы футболшы болады дейді. Мен бұл пікірмен келіспеймін. Себебі қазірдің өзінде Португалиямен 3 кубок жеңіп алдым. Мессиге дейін Аргентина қанша рет әлем чемпионы атанды? Қанша? Білмеймін. 2? Я, 2. Бірақ мұндай елдер үшін бұл қалыпты жағдай. Олар үлкен турнирлерде жеңіске жетуге дағдыланған. Егер Бразилия әлем чемпионатын жеңіп алса, ешкім таңғалмайды. Ал Португалия әлем чемпионаты атанса, бұл бүкіл әлем үшін таңғаларлық жағдай болар еді. Бірақ жеке өзім бұл туралы олай ойламаймын. Мен тарихтағы ең үздік ойыншымын ба? Мұны бір турнирде немесе 6-7 матчта жеңіске жету арқылы өлшеген дұрыс емес, деді Криш. Португалия дәл қазіргідей әлем чемпионатында топ жаруға жақын болған емес. Ұлттық құрама бұған дейін мундиалда жеңіске жете алмады. Себебі команда құрамында Фигу, Деку, Роналду сияқты бірен саран ғана жұлдыздар футболшылар болды. Ал қазіргі құрамын қараңыздаршы. Әр позициядағы футболшының атағы жер жарып тұр. Былтыр чемпиондар лигасында топ жарған ПСЖ Португалияның франшизасын сатып алған секілді. Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невиш секілді футболшылар команданың тірегіне айналды. Қажет болса Гонсалу Рамош қосалқы құрамнан шығып көмектеседі. Ал енді Роберто Мартинес шәкірттерінің әлем чемпионатының іріктеу кезеңіндегі нәтижесіне тоқталайық. 2024 жылғы Европа чемпионатының ширек финалында Франциядан жеңілгеннен кейін Португалия қаһарына мінді. Сол кезден бері 14 матч өткізіп, тек біреуіне атап айтсақ, Ұлттар лигасының плей-офф кезеңінде Даниядан жеңілді. Бірақ қарымта матчта оларды тізе бүктірді. Ал одан кейін Германия мен Испанияны жеңіп, Ұлттар лигасының 2 дүркін чемпион атанды. Дәл осы турнир кезінде Португалия Европаның гранттарымен тең дәрежеде ойнап, оларды жеңе алатын көрсетті. Әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде Венгрия, Ирландия және Армениямен бір топқа түсіп, айқын фаворит атанды. Алғашқы 3 матчта жеңіске жетіп, соңғы ойында Венгриямен тең ойнап қалды. Осы айда Ирландия және Армениямен ойнап, тікелей жолдаманы алуға тырысады. Роналду жасына қарамастан әр матчқа негізгі құрамнан шығуда. Әл Наср сапында да, ұлттық құрамада да тұрақты түрде ойнап гол соғып жүр. Дәл қазіргі сәтте 40 жастағы шабуылшының кәсіби мансабында соққан голдар саны 953-ке жетті. 1000-ға жету үшін небәрі 47 гол қалды. Қалай ойлайсыздар, Криштиану бұл межені бағындыра ала ма және шамамен қай уақытта жетеді? Өз ойыңызда пікір алаңына жаза кетіңіз.
Көптеген сарапшылар Португалияны алдағы мундиалдың фавориті ретінде қарастыруда. Бұл Роналдудан бұрын оның жанкүйерлері үшін маңызды болайын деп тұр. Өйткені Мессимен салыстырған кезде Кришке дәл осы трофей жетпей қалып жатыр. Лео 2022 жыл әлем чемпионы атанған кезде жанкүйерлер футболда әділдік орнап, аргентиналық футболшы лайықты жүлдесіне қол жеткізді деп қуанды. Енді сол әділдік Роналдуға да керек секілді. Себебі Криш бар өмірін футболға арнады. Әлем чемпионатында топ жару португалиялық футболшыға мансабын көңілді нотада аяқтауға керемет себеп болады. Оның үстіне бұл Роналдуға берілген соңғы мүмкіндік. Айтпақшы, оны Мессимен салыстыратындардың қатарында Уэйн Руни де болды. Бірақ кезінде Манчестер Юнайтедте Криштианомен бірге доп тепкен англиялық шабуылшы Леоны үздік деп танды. Ешқандай мәселе жоқ. Біз Руни екеуміз бірге ойнаған кезде жақсы қарым-қатынаста болдық. Жақын дос болдық деп айта алмаймын. Себебі достық ұғымның мағынасы басқа. Мен оны құрметтеймін. Ол Манчестер Юнайтед үшін көп нәрсе жасады. Бірге көп нәрсе жеңдік. Мені данышпан деп атаған үшін рахмет. Егер оны көріп қалсам, қолын қысып, құшақтаймын деп жауап берді Роналду Рунидің бұл сөзіне. Бірақ Роналдудың басқа да жетістіктері жетіп артылуда. Голдары мыңға шамалап қалды. Чемпиондар лигасында 183 матч өткізіп, 141 гол соққан. Бұл рекорды жақын арада бұзыла қоймайды. Европадағы басты клубтық турнирдің нағыз короліне айналды. Енді селекциясына тек бір трофей жетпей тұр. Роналдудың өзі әлем чемпионаты маңызды емес деп айтуы мүмкін, бірақ біз оның өз ел үшін қалай ойнайтынын, қалай күресетінін көріп жүрміз. Дәл сол кішкентай сары трофейді басынан жоғары көтерсе керемет болар еді. Ал енді Португалияның жұлдызды ойыншылардан жасақталған құрамына тоқталайық. Қақпашылар жағынан ешқандай проблема жоқ. Бірінші нөмірді Портуда ойнайтын Диого Кошта ешкімге берейін деп тұрған жоқ. Келесі жылғы мундиалда жарақаттан аман болса, негізгі қақпашы болады. Кошта Португалияның 2025 жылғы ұлттар лигасында топ жаруына көмектесті. Турнир барысында маңызды сейфтерімен көзге түсті. Дәл қазіргі сәтте Диого әлемдегі ең қымбат қақпашы саналады. Қажет болса Жозе Са оны алмастыруға дайын. Вулверхэмптон қақпашысы АПЛ-да өзін жақсы қырынан көрсетуде. Португалияның қорғанысында сен тұр, мен атайын дейтін жігіттер кілең. Роберто Мартинес орталықта Рубен Диаш пен Гонсалу Инасиоды жиі пайдаланып жүр. Ал қапталда әлем футболындағы ең талантты ойыншылардың бірі Нуну Мендеш пен мақтана алады. ПСЖ-ның жас жұлдызы клуб ұлттық құрама қарап жатқан жоқ. Былтыр Парижді клубпен бірге требл жасады. Португалия құрамасында ұлттар лигасының финалында Испания қақпасына гол соғып, бұл жақта да трофей жеңіп алды. Ал оң қапталда қатты танымал болмаса да АПЛ-да тұрақты түрде ойын практикасын алып жүрген Диогу Далот пен Нельсон Семеду бар. Оларға Манчестер Ситиде топ тебетін Матеуш Нунеште бәсекелес бола алады. Ал Бенфикада ойнайтын Антонио Силва мен Томаш Араужо болашағынан үміт күттіретін қорғаушылардың қатарында. Және тура сол әлем чемпионатынан кейін топ клубтарға кетеді деген болжам бар. Әлемнің үздік футболшылары Португалияның жартылай қорғанысында өнер көрсетеді десем, қателеспеймін. Алтын допқа басты үміткерлердің бірі саналған Витиня мен Жоау Невеш ПСЖ-ның түтінін түтетіп, ойынын ұстап отыр. Ал Бруно Фернандеш Манчестер Юнайтедтің капитанына айналды. Манчестер Ситидегі Бернардо Силваны қайда қоясыз? Англия, Франция секілді мықты чемпионатта өнер көрсетпей-ақ, Роберто Мартинестің көзіне түсуге болатын Сауд Арабиясында жүрген Рубен Невеш дәлелдеп берді. Әл-Хилалдің жартылай қорғаушысы соңғы кездері Португалия тірегіне айналды. Бірақ Роналдудың айтуынша Сауд Арабиясындағы чемпионаттың деңгейі едәуір жоғары екен. Адамдар Сауд Арабиясының чемпионаты туралы ештеңе айта алмайды. Олар мұнда ешқашан болмаған емес. 40 градустықта жүгірудің қандай екенін білмейді. Соған қарамастан әлі күнге дейін ойнап келемін. Сауд Арабиясының чемпионаты Португалия мен Франциядан әлде қайда жақсы. Сауд Арабиясында соғылған голдарды алтын доп үшін талас кезінде есептеу керек. Барлық жерде ойнап шыққан футболшы ретінде айтарым. Маған Испанияда гол соғу Сауд Арабиясына қарағанда әлде қайда оңайырақ болды дейді Роналду. Жартылай қорғанысқа қайта оралайық. Жаңағы кіл мықтыларды шаршаған сәтте алмастыратын Жоу Палине, Педро Гонсалвеш секілді ойыншылар бар. Роберто Мартинес бәрінен бұрын алаң ортасындағы футболшыларды таңдау кезінде
қатты қиналайын деп тұр. Қателесуге мүлдем болмайды. Себебі футболда сен маған жартылай қорғансыңды көрсет, мен саған командаңды айтып берем деген қағида бар. Ал енді Роналду бастаған шабуыл шебіндегі ойыншыларға тоқталайық. Әлем чемпионаты кезінде 41 жаста болатын Криштиану көкеміз негізгі құрамда шығып, жігіттерге бағыт-бағдар, мотивация береді. Ал қалғандары Роналдуға арманына қол жеткізу үшін көмектесу керек. Кришке қос қапталдан А сериясының танымал вингерлері Рафаэль Ляо мен Франсишко Консейсау көмектеседі. Консейсау бабында болмаса Челсидегі Педро Нету іске кіріседі. Ал қосалқы құрамда отыратын шабуылшылар көп. Гонсало Рамос, Жоау Феликс, Франсишко Тринкан, Джованни Кенда, Фабио Силвалар бар. Осы футболшылардың басын біріктіріп отырған бас бапкердің де еңбегін айтпасқа болмайды. Португалия құрамасының 2023 жылдың басында тізгіндеген Роберто Мартинестің нәтижесі мақтауға тұрарлық. Европа чемпионатына ширек финалға дейін жетіп, ол жерде француздардан тек пенальти сериясында ғана ұтылды. Бірақ ұлттар лигасында ешкімді қарсылас көрмей, алғашқы трофейін жеңіп алды. Міне, енді команданы әлем чемпионатына шығарғалы жатыр. 52 жастағы маман нағыз ұлттық құрама бапкеріне айналды. 2016-2022 жылдар аралығында Бельгия құрамасымен жұмыс істеді. Қызыл сойқандардың алтын құрамы дәл осы бапкерге тұспа-тұс келді. Әсіресе 2018 жылғы әлем чемпионатында ерекше жарқырады. Сәл ғана жолы болмай, қола жүлдеге қол жеткізді. Ол жақта буын алмасу процесін күтпей, Португалия құрамасын тізгіндеді. Бұл жақта да алтын құрамға тұспа-тұс келіп отыр. Енді сол Бельгия құрамасындағы олқылықтың орнын толтырып, Португалияны чемпиондыққа жетелеуі тиіс. ТУДН арнасына берген сұхбатында Барселона мен Испания құрамасының аңызы Карлес Пуйол Роберто Мартинестің командасы финалға дейін жетіп, тіпті титул үшін күресе алатынын айтты. Менің ойымша, Португалия басты фавориттердің бірі. Олар Европаның ең мықты клубтарында ойнайтын жоғары деңгейді ойыншылардан жасақталған өте күшті команда. Олардың керемет ойыны, мықты бапкерлер штабы және жеңіске жету тәжірибесі бар, депті Пуйол. Айтпақша, Роналду мансабын дәл осы әлем чемпионатынан кейін аяқтау мүмкін. Бұл туралы ол жақында ғана Пирс Морганға берген сұхбатында мәлімдеді. Жақында мансабыма нүкте қоямын, бірақ мен бұған дайын боламын. Әрине, қиынға соғайын деп тұр. Бәлкім жылайтын шығармын. Өте қиын болады. Бірақ мен 25-26 жасынан бері болашағым үшін дайындалып келемін. Гол соққан кездегі алатын адреналин мен ештеңені салыстыруға келмейді. Бірақ әр нәрсенің басы мен соңы бар. Енді өзіме, отбасыма, балаларымның тәрбиесіне көбірек көңіл бөлемін. Криштиану Жуниордың мансабын қолға алғым келеді. Себебі қазір ол ақымақтық жасап қоятын шақта. Бірақ мен де оның жасында солай істегенмін. Алдағы уақытта отбасылы, қазіргі заманға сай адам болғым келеді. Соңғы әлем чемпионатын Месси алды. Енді Роналду соңғы пазлдың орнын толықтырса, қос аңызды футболдан лайықты түрде еш өкінбей шығарып салатын боламыз.